Саламатсыздар ма? Қайырлы күн. Мен Сулеева Айгерім Қуандыковна. Нұрсұлтан қаласы политехникалық колледжінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы. Бүгін біз сіздерде қазақ тілі пәнінен қарсыластарына тойтарыс беру шарттары мен тәсілдері тақырыбында ашық онлайн сабағымызды жүргіземіз. Сонымен бүгінгі сабағымыз бастамас бұрын, ең алдында бізде соңғы рет қандай тақырып болды? Сол бойынша жауап бере отырайық. Жақсы. Бізде соңғы болған тақырып пікірталастың түрлері және Түрлері мәдениеті. Дұрыс. Сабақ бастамас бұрын мен мына сөзбен бастағым келеді. Төле би бабамыздың біліп айтқан сөзге құн жетпейді, тауып айтқан сөзге шын жетпейді. Өзің білмесең, білгендерден үйрен, үйренгеннен ештеңен кетпейді деп бүгінгі сабағымызға қатыстыра отырып, бүгін сабағымызды бастаймыз. Бағалау критерийімен бүгін сіздер танысып өтіңіздер. Яғни сіздер қай критерий бойынша бағаланасыздар. Өткен тақырып бойынша сұрақтарға жауап берсеңіздер, тойтарыс беру тірек сөздің мағынасын түсінеміз, тойтарыс беру тәсілдері мен шарттарын қолдана алуымыз. Бағалау шкаласы бізде, яғни 10-нан 50 ұпайға жинаған деген бағамен бағаланады, ал 110 ұпаймен 4 деген бағамен, 110-нан жоғары ұпай жинаған бала 5 деген бағамен бағаланады. Сонымен бізде өткен тақырып пікірталас түрлері және пікірталас мәдениеті. Үй жұмысын қайталау ретінде мен сіздерде міне кім мықты интеллектуалдық ойын арқылы бастаймыз. Бұл жерде сіздерге көрсетілген пікірталас түрлері, пікірталас мәдениеті, шешендік өнер. Осының аралығында сіздер сұрақтарды таңдап, сұрақтарға жауап беруіңізге болады. Бастаймыз. Сонымен микрофонын сөндіре тұрайықшы. Айдос бастан келіп тұр. Айдос, жақсы. Пікірталас түрлері 4-ші үй ашық. Пікірталас түрлері 4-ші үй ашық, 40-шы ұпай, иә? Иә. Жақсы. Пікір алмасу қай тілден шыққан сөз? Қандай мағына береді? Ол латын тілінен шыққан сөз, дискуссия деген сөз. Беретін мағынасы зерттеу, талқылау, талдау деген мағына береді. Өте дұрыс, жақсы. Айдоста 40 ұпай. Келесі. Үй жұмысын қайталап болсақ, балалар, біз бүгінгі жаңа тақырыбымызды бастаймыз. Жаңа тақырып бүгін бізде. Қазір жаңа тақырыпты бастамасы бұрын мына суретке қарасаңыздар. Бұл жерде нені көріп тұрсыздар? Бір-бірімен ой бөлістір. Ой бөлістір, жақсы. Тағы да? Айта бола ма? Пікір алмастыр. Иә, Айдос. Мұнда адамдар бір-бірімен ақылдасып жатыр және пікірталас өтіп жатыр. Бір ғана мәселе бойынша. Жақсы, бір мәселе бойынша пікір алмасып жатыр деп есептейік. Жақсы. Бүгінгі тақырыбымыз сонымен балалар қарсыласына тойтарыс беру шарттары мен тәсілдері. Мен ең алдымен сіздерге жалпы тойтарыс деген сөздің мағынасын айтып өтейін. Тойтарыс деген, яғни біздің қарсыласымызға қарсы шабуыл жасау, немесе тұтқиылдан шабуыл жасаймыз. Бұны бұрынғы ата-бабамызда да соғыстарда да қолданылған тойтарыс шабуыл жасап, және біз пікір алмасқан уақытта тұтқиылдан шабуыл жасау. Бұл тойтарыс деген сөздің мағынасы. Ал енді сонымен қарсыласына тойтарыс беру шарттары мен кешіріңіздер, қарсылас тойтарыс беру шарттары мен тәсілдеріне тоқталамыз. Бүгінгі біздің сабағымыздың мақсаты қарсыласына тойтарыс беру шарттары мен тәсілдерін білу. Сонымен қарсыласына тойтарыс берудегі ең басты шарт, біріншіден бізде тойтарыс беру, біз қарсыласымызға пікірімізді тек сендіріп қана қоймай, ең басты шартымыз дәлелдей білу керек екенбіз. Қарсыласымызға пікірімізді дәлелдей білу керекпіз. Сонымен қарсыласына тойтарыс беру шарттары мен тәсілдері дәлелдеу, ой қорытындысы, аргументтер тәсілі, яғни сіздер пікіріңізді дәлелдегенде тек қана ой қорытынды жасаған қатар аргументтеріңізді келтіріп өтіру керексіздер. Екінші, сендіру,
бұл яғни түр келбетіңізді, дауыс мәнеріңізді барлығын сенімді түрде сендіру керексіз. Үшінші, бекерге шығару. Қарсыласыңыздың ойын бекерге шығарып, оған мүмкін сіз әзіл қалжыңмен, сарказммен жауап қайтара аласыз. Яғни төртінші, сұрақпен төтелеу. Сұрақтың үсті-үстіне қоя берсеңіз, сіздің қарсыласыңыз да кідіріп сізден жеңіліп қалуы мүмкін, иә? Сонымен, топқа бөлініп алсақ, яғни мына жерде екі түрлі түс бар. Көк түсті және қызыл түсті таңдап алыңыздар осы жерден. Қызыл түсті. Көк түсті, иә? Тағы да. Таңдап алдыңыздар ма, балалар, іштей ме? Иә. Жақсы, көк түсті мен былай айтайын. Бірінші топ, қызыл түстілерді екінші топ деп атайын. Енді сонымен бейнебаян қазір. Дәуіріне билігіне саналған мен алымды ұлтын сатқан ақындар бар, бірақ жыры дарынды. Ерлігі жоқ, елдігі жоқ, аузы ғана белсенер. Сөзден ісі алшақ жаста, оған қалай ерсенер. Неге бүгін ұлт мүддесі науқасжандай теңсенер. Мұндай шақта ақындық күш, шындық кәусар ақындыққа болу керек асылан. Шындықты айтып Ермаханбет айырылған басынан. Абай қашан жол оңайдан. Ел ұлт жайлы мен жыры биік тұрғанымен, ісі үшімен Махамбетті биік қоям Абайдан. Жақсы. Яғни көк топтар, мен сіздерге айтам, бұл жерде Мұхтар Шахановтың пікірін көрдіңіздер. Мұхтар Шаханов не жайлы айтып жатыр? Махамбетті Абайдан биік қоям деп тұр. Абайдың сөзі қаншалықты жыры биік тұлға болғанымен де мен ісі үшін Махамбетті биік қоям деп жатыр. Жарайсың, Жансерік, өте дұрыс айттың. Осы Мұхтар Шахановтың осы пікіріне сіздер пікір талас жүргізбей, яғни қарсыласына сіздер екі топқа қарсы боласыздар. Тойтарыс беру шарттарын, әдістерін, тәсілдерін қолдана отырып, бірінші тарап Махамбетті не себепті биік қойғанын дәлелдеп берсеңіздер, екінші топ Абайды біз Махамбеттен төмен қоя аламыз ба? Осы бойынша сөйлейміз. Әрбір сөйлеген балаға 10 ұпайдан жинап отырамыз. Ал бастайық, бірінші топ көкті таңдаған балалар. Махамбет тек қана көзін сөзмен ғана емес, іспен де дәлелдеген. Аргументтер келтіреміз. Аргумент дегенде тек қана өзінің шешендік сөзімен, өнерімен ғана емес, жаңағы Шетай Тайманов бастаған көтеріліске де қатысып, өзінің әрбір ақын оны істей алмаған. Жақсы, тағы да. Мен көк топтан боламын, мен тағы қосып айтсам бола ма? Әрине. Ол тарихта өзінің іс қылығымен қалған болатын. Және де ол жылдар бар. Мысалы 1836-1838 жылдар. Және де ол өзі ақын болғандығымен өзі осындай қылықтарды істеді. Және де бұл бізде оған тағы плюстарды қосады. Яғни бұл тағы бір аргумент болып табылады. Тағы да. Жақсы. Махамбет жақтар. Тағы да балалар. Бізде бұл Абайды жамандап тұрған жоқ, бұл ел жұрт жайлы сырларымен жыры биік тұрғанымен мен ісі үшін Махамбетті биік қоям Абайдан деп тұр. Жақсы аргументтерді келтіріп жатырмыз. Келесі, екінші тараптың пікірін тыңдап көрейікші ғане. Басау бола ма? Мен айтайын. Асатбек. Бұл жерде Абай өзінің ісімен бізге осындай күш беріп тұр, өзінің ақындығымен біздің қазақ екенімізді білдіріп тұр. Ақын біз осы жылы Абайдың 175 жылдығын тойлап жатырмыз. Неге Махамбеттің ондай тойлауын, өлген қайтыс болған жылын неге тойламаймыз біз? Абайдың қара сөздері ол бізге күш береді, біздің тәнімізге күш береді, психологиямызға күш береді. Абай білімге шақырды, халықты, қаншама халықты білімді қылды, мектептер ашты. Біз дәл осы уақытқа жеткеніміз Абайдың да үлкен еңбегі бар бұл жерде, біздің білімділігіміз. Жақсы, қандай аргументтер келтіресіз тағы да?
абайдың жақсы. мысалға Айтуға болады ма? абайдың қазіргі уақытта өлеңдері, қара сөздері бүкіл әлем біледі. Көптеген елдерге тараған, олар өздеріне аударып, өздері соны оқиды. Абайдың қара сөздерін осыншама кішкентай ғана бір әңгімесінде қара сөздің қаншама ой, қаншама іс-әрекеттері бар. Жақсы, Асатбек, жақсы аргументтер келтірдіңіз. Иә, Азамат, сіз не дейсіз? Айтуға бола ма, Айдос? Айдос. Мысалы осы жаңа айтып жатқан Жансерік жаңа адам, ол Абайды жамандатқан жоқ та, бірақ жақсы да айтқан жоқ. Өйткені Махамбет енді көптеген ерлік жасады дейді. Бірақ Абай сондай қатты соғысқа шықпаса да, бірақ ол қазақтың бостандығы үшін және де оның білімділігі үшін сондай өзіндік соғыс жүргізген еді. Ол өзінің әнінде істеген қылықтарында бүкілі қазақ үшін деген істі көре аламыз, дәлелдей аламыз дегенде осы болады. Сіздің дәлеліңіз осы. Ал екінші тарап. Қосып айтсам бола ма? Қосып айтсам. Жақсы. Абай оңай кезеңде өмір сүрген жоқ. Махамбетті мойындау керек. Қиын кезеңде болды, бірақ Абайда оңай кезеңде болған жоқ. Ол кезі бізді Ресей, Қазақстанды басып алу кезеңінде болды. Сондықтан да Абай оңай кезеңде өмір сүрмеді. Орыстарға қарсы шықты. Қаншама байлар орыстардың тарапында болды. Билік ұстау үшін орыстарға жан басты байлар. Бірақ сонда да Абай өз ісімен байларға қарсы шығып, кедей халық жақта болған. Кедей халық демейміз, қарапайым халықтың жағында болды дейміз. Жақсы. Иә, Ахмади шығып кетті ма бізден, не? Зарғышан жаңағы балалар айтқандай осы халықтың сөзін сөйледі. Және де әкесі Абай атамыздың Құнанбай әкесі, туған әкесі бай дәулетті кісі болса да, ол өзі де сондай бай отбасыдан шықты, бірақ сонда да болса да қарапайым халықтың сөзін сөйледі. Сонымен ол халыққа жағып, халық соны Абай атамызды үлкенірек көреді. Иә, балалар, мұнда сіздерде сабақты мақсатты бейнебаян талқылауда, яғни бүгінгі тақырыбымыз қарсыласына тойтарыс беру шарттары мен тәсілдерін өздеріңіз өмірде қолдана білу керек болған. Сіздер осы әдісті тәсілді қолдана білдіңіздер деп есептеймін. Бұл жерде Мұхтар Шахановтың бұл өлеңінде біз не Абайды, не Махамбетті бірінен жоғары, біреуінен төмен, біреуден биік, біреуден биік емес деуден аулақпыз. Әрине, Махамбет өтемісұлында, Абай Құнанбайұлында тарихта, әдебиетте, жалпы қоғамда алатын орны өзіндік ерекше. Бұл бейнебаяндағы негізгі мақсат сіздер аргументті, дәлелді келтіре отырып, өз ойларыңызды дәлелдей отырып, қарсыласыңызға тойтарыс беру тәсілін қолдану керек болатын. Жақсы балалар, яғни сіздер дәлелдер келтіріп сөйлеуді, қарсыласыңызға тойтарыс беру шарттарын қолдана білдіңіздер деп ойлаймын. Бүгін сонымен сабағымызды бекіттік, сабақты бекіту бойынша, от шашу әдісі бойынша. Ал сонымен бірінші сұрақ. Қарсыласына тойтарыс берудің ең басты шарты не болды сонымен бізде? Ол айтуға рұқсат па? Айта бер. Ол ой қорытындысы, аргумент, дәлелдеу тәсілін білу керек екені. Ең басты өз сөзіңді дәлелмен жеткізу керек. Дұрыс, жарайсыңдар. Ал екінші, қарсыласына тойтарыс беру шарттары мен тәсілдері қандай екен сонымен? Тәсілдері? Ол дәлелдеу, сендіру, бекерге шығару, сосын сұрақпен төтелу. Шарттары? Тәсілдері? Ойды қорытындылау, аргументті жинау. Жоспар, аргументтеу және де дәлелдеу. Төтесінен және сұрақ қою. Жақсы, жарайсыңдар. Ал қарсыласы әзіл қалжың мен абыржушылық туғызған жағдайда адам не істеу керек? Өз-өзін ұстап, сабыр тұру керек. Эмоцияға берілмеу керек. Берілмеу керек. Жақсы. Яғни ең бастысы ешқандай эмоцияға бермей, өзімізді сабырлы ұстау керекпіз. Өзін ұстау керек. Жақсы, жарайсыңдар балалар. Сонымен бүгінгі тақырыбымыз бойынша, яғни мына жерде көк, қызыл, жасыл түстер,
яғни көкті тұстаңыз маңызды деген 3 ақпаратты атап өтсеңіз, қиындық туындырғызған 2 аспектін атап өтсеңіз қызыл бойынша, және бір жасыл ұнаған аспектіңізді айтып өтсеңіз. Жақсы, бастайық. Боламын бастауға. Иә, Айдос. Осы тақырыпта біз маңызды білгеніміз ол біздің қалай қарсыластармен тойтарысу деген сондай басты нелер тәсілдер, сосын шарттарын білдік. Ол дәлелдеу болсын, сендіру, бекерге шығару, сұрақпен төтелеу. Солай, мен ойлаймын. Осымен. Жақсы. Қиындық туғызған аспекттер ол енді мұнда маған ешқандай қиындық туғызған жоқ, өйткені ақпараттың бүкін жақсы түсіндім. Жақсы. Ұнаған аспект ол енді қарсыласқа төтелес беру дегенде мен енді түсіндім қалай оны беруге, енді кезген енді ұта аламын деп айтуға болады тойтарыста. Айта аламыз, иә, жақсы. Жақсы, балалар, тағы да айтатындарыңыз бар ма? Мен айтайын. Иә, Сәтбек. Мұнда ең маңызды ақпарат бізге келген әрдайым тойтарыс бергенде сөзің нақты әрі дәлелдімен болу керек, нақты аргументтермен болу керек. Артықтан айту керек. Қиындық туғызған мұнда эмоцияға берілу ол қиындау. Көптеген адамдар қазір уақытта эмоцияға беріледі, оны ұстау қиындау болады. Өзіңіз тарапыңыздан. Иә. Ал ұнаған аспект бұнда барлығы ұнады маған, бірақ дәлелдеу аргументтер маған ұнады. Себебі барлық сөзің дәлел болса, бізге оңай әрі ешкімге ұсталмаймыз сөзбен. Жақсы, өте жақсы. Тағы да айтатындарыңыз бар ма? Тағы бір бала сөйлесін, иә? Апай, негізі Сәтбек айтып кеткендей, бәрі өзіңді ұстауға және де әрқашанда спор дегендегі дайын болу, нақты сөйлеу дегендей ұнаған аспектке жатқызамын. Және де маңыздыларға ол спорт арасында болып жатқанда эмоцияға бермеу. Және де өзін ұстау білу. Сол деп өзім ойлаймын. Жақсы. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Енді қазір мен сіздерді бағалап өтейін. Мына жерде жинаған ұпайларыңыз бойынша бізде Хамид техникалық ақаулығына бойынша сабаққа қатыса алмады. Жансерікте жауап беру бойынша Жансерік бүгін бізде қанша? Мына жеріне жазылған міне 80 ұпай. Жақсы балалар, үйге тапсырма. Сонымен бізде 98-ші жаттығу 107-ші бет пікірсайыста орын алған тәсілдерді атаңыз. Пікір қарсылығы мен жаулық қандай сөздерден аңғарылады? Сол жерін дәптерге көшіріп жазыңыз. Мен бұны классрумға жүктеп қойдым. Сұрақтарыңыз болмаса, жақсы сау болыңыздар.